Құрметті сіздер мен оқушылар, бүгін сіздермен бірге ерекше жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Мектебімізде келешек мектебінің даму концепциясы аясында дарынды оқушылардың ғылыми қауымдастығы құрылды. Ғылыми қауымдастыққа мектебіміздің 10 дарынды оқушысы қабылданып, сонымен қатар химия, биология, физика пәндерінің мұғалімдері, лаборанттары және де магистрлері бірлесіп, осы ортақ бағытта ғылыми қызмет етуде. Сонымен қатар мектебімізде келешек медиа кабинеті ашылған болатын. Біз осы кабинетте апта бойы жүргізген зерттеу жұмыстарымызды қорытындылап, оны жаңалық форматында түсіріп, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қайырлы күн, менің аты жөнім Мұсабаева Динара Түсіпқызы, Өскемен қаласындағы нөмір 41-ші жалпы орта білім беретін мектебінің директоры. Осы 41-ші жалпы орта білім беретін мектебі екінші қыркүйек айынан бастап өзінің жұмысын міне осы күнге дейін жалғастырып келеді. Біз жаңа келешек мектебі ретінде берілген лабораториялық базалар бар ғой. Осы базаларды балалармен жаңа жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта енді ашылғанымызға жарты жылдың көлемі болса да, енді біз ауқымды біраз жұмыстарды жоспарға алып жасап жатырмыз. Біздің дарынды оқушылар қауымдастығының физика нано зерттеулерін тамашалаңыздар. Металдар қыздырылған кезде олардың физикалық қасиеттері өзгереді. Мысалы, скрепканы ыстық суға салған кезде ол жылуды қабылдап қызады. Қыздыру нәтижесінде металл жұмсарып, оның пішіні өзгереді. Бұл құбылысты жылулық деформация деп атаймыз. Биология сабағында жеміс көкөністерден ДНК бөліп алу тәжірибесін жүргіздік. Тәжірибе барысында жеміс жасушалары механикалық түрде ұсақталып, арнайы ерітінді арқылы жасуша қабыршасы бұзылды. Соның нәтижесінде жасуша ішіндегі ДНК бөлініп шықты. Спирт қосылған кезде ДНК тұнба түрінде байқалды. Бұл процесс генетикалық материалдың бар екенін тәжірибе жүзінде көрсетуге мүмкіндік берді. Аталған зерттеу болашақта жемістерді ДНК деңгейінде будандастыру және селекциялық жұмыстарды ғылыми тұрғыда жетілдіруге негіз бола алады. Мұндай бағыт агроөнеркәсіп саласында өнім сапасын арттыруға және жаңа сорттарды зерттеуге мүмкіндік береді. Жемістен ДНК ажыратып алу тәжірибесі молекулалық биология негіздерін түсінуге жол ашады. Сонымен қатар, бұл зерттеу агрошаруашылықтағы ғылыми ізденістерге қолдануға болатын маңызды практикалық маңызға ие. Біздің келесі зерттеуіміз магнит өрісінің феррофлюидтегі нанобөлшектердің шөгу уақытына әсерін анықтауға бағытталған. Тәжірибе нәтижесінде магнит өрісінің әсерінен нанобөлшектердің шөгу жылдамдығы айтарлықтай артатыны белгілі болды. Бұл құбылысты магнит өрісінің әсерінен бөлшектердің бір-біріне тартылып, ірі агрегаттар түзуімен түсіндіруге болады. Бөлшектердің массасы артып, тығыздығы жоғарылағандықтан олар ауырлық күші мен магниттік күштің әсерінен жылдамырақ шөгеді. Сонымен біздің бір апталық ғылыми зерттеу жобамызбен танысыңыздар. Бұл әлі бастамасы ғана. Алдағы уақытта әрі түрлі салалармен танысасыздар. Сіз робототехника, спорт, ән, музыка және тағы да басқалары. Әр оқушының қабілетін ашатын жаңа бастамалар өз жалғасын табады. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.